Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырыбымызда тізе ауруы жайлы талқылайық. Егер де тіземіз ауырып, маза бермей жүрсе, не істейміз? Алдымен тіземіздің неден ауырып жатқанын анықтап, диагнозын тауып алуымыз керек. Тізе ауырған кездегі ең маңызды сұрақ, сіздің тізеңізде қай уақытта немесе қай кезде ең қатты ауыру сезімі болады? Мысалы, тізе ең қатты ауыруы мүмкін жүрген кезде, орыннан тұрған кезде, баспалдақпен түскен кезде, немесе көтерілген кезде. Бұл бір себеп. Екінші себеп, тізе ең қатты түнде ауыруы мүмкін. Шамамен түнгі сағат 3-4-те тізеңіздің ауырғанынан оянсаңыз, бұл қабыну процесі. Тағы бір рет айта кетейін, егер қозғалыс кезінде тізеңіз ауырса, бұл қабыну процесі емес. Егер түнде қозғалыстан тыс ауырса, онда қабыну процесі, яғни артрит болуы мүмкін. Бұл жағдайда анализ тапсырып, артрит бар немесе жоғын анықтап алу керек. Қандай анализдер керек? СОЕ, С реактивті белок, АЦЦП және зәр қышқылы. Егер тек зәр қышқылы жоғарылап тұрса, бұл артрит емес, подагра ауруының белгісі болуы мүмкін. Егер барлық көрсеткіш бірдей жоғарылап тұрса, онда артрит болуы ықтимал. Осы көрсеткіштермен қоса, дене қызуыңыз да көтеріліп тұрса, онда уақытта жоғалтпай ревматолог дәрігеріне бару керек. Өзіңізге қою қажет келесі сұрақ, тізеңіздің ауырғаны қалай пайда болды? Бірден пайда болды ма? Әлде ақырындап, уақыт өте келе қаттырақ ауырып бастады ма? Мысалы, сіз жүгіріп келе жатып бірден отырған кезде, немесе бір сәтсіз іс-қимыл жасаған кезде аяқ асты пайда болса, онда сізде менискті жарақаттап алуыңыз ықтимал. Мениск жарақаттанған кезде ауру сезімі бірден пайда болып, кешкі уақытқа таман бәсеңдеп, ертесі күні қайтадан қатты ауырады. Бұл жағдайда диагноз қою үшін тізеге МРТ жасау керек. Ал егер тізеңіз жыл сайын қаттырақ ауырып, арасында асқынулармен жылдан жылға нашарлап келген болса, бұл тізе буынының артрозы. Бұл ауруды ганартроз деп те атайды. Бұл кезде хондропротектор ішу керек. Хондропротектор дегеніміз сіңірлерді қоректендіретін дәрілер. Және тізе ауырған кезде тағы да бір вариант, бұл күнделікті ішетін дәрі-дәрмектеріңіздің жанама әсері болуы мүмкін. Егер де сіз ұзақ жылдар бойы белгілі бір дәрілерді ішіп жүрген болсаңыз, сол дәріңіздің аннотациясын оқып көріңіз. Тізеге әсер ететін жанама әсері жоқ па екен? Егер бар болса, сол дәріңізді басқа дәріге ауыстырыңыз. Тізе ауруының тағы бір себебі қан тамырларымен дұрыс қамтамасыз етілмеуінен болуы мүмкін. Бұл жағдай жас кезде жиі кездеседі. Ауа райы ауысқан кезде қаттырақ ауырады. Бірақ науқастың жағдайы жылдан жылға нашарламайды. Буынның қозғалыс қасиеті жоғалмайды. Қозғалыс кезінде ауру сезімі күшеймейді. Және жылдан жылға ауырғаны бәсеңдеп кетуі мүмкін. Бұл ауру сезімі қыздыратын майыздарды жаққаннан, немесе тізе гимнастикасын жасағаннан жақсы емделеді. Тізе буынының синовиті, яғни сұйықтық жиналу. Бірақ бұл жеке ауру емес. Бұл дегеніміз жаңағы айтқан артрит, артроз, немесе тізе буынының травмасының салдарынан болатын жағдай. Егер де сіздің тізеңіз ісінетін болса, синовитке шалдыққан болсаңыз, онда басты диагнозды анықтау керек. Ол жайлы жаңа айта кеткен болатынбыз. Тізе буынына салатын уколдар, яғни гиалурон қышқылы жайлы айта кетсек, гиалурон қышқылын синовит немесе киста Бейкера кезінде салуға болмайды. Себебі тізеңіз онсыз да ісініп, іші сұйықтыққа толып тұр. Оның үстінен тағы сұйықтық құйған меніңше дұрыс емес. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.